Тәуелсіздік бәрінен қымбат. Бұл сөз Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың биылғы жылдың бастауындағы Егемен Қазақстан газетіне жарияланған мақаласының бас тақырыбы. Мақаланы оқып шығып, терең ойға қалдым. Себебі сол тәуелсіздік алған жылдар белесінде өз еліммен бірге болып, ыстығына күйіп, суығына тоңып, жетістіктеріне қуанып, жіберілген кемшіліктерге күйініп, ел болашағына деген жұртшылықтың сенімін қалыптастыруға өз бойымда бар мүмкіншіліктерімді сарқа пайдаланып келе жатқан азаматтардың бірімін деп есептеймін. Шындығында еліміз тағдырына қатысты тәуелсіздіктен артық қандай дүние бар? Жоқ деп кесіп айта аламын. Мақаланың өң бойындағы айтылған тұжырымды ойлар қарапайым қазақ тілінде орамдары әрбір адамның түсінігіне жеңіл жазылған. Дәл осы сәтте мына ойды өрбітуге тура келеді. Егер Қазақстан Республикасының парламенті қабылдап жатқан заң актілерінің бастапқы негізі қазақ тілінде жазылып, халқымыздың ұлттық менталитетіне бейімделіп тұжырымдалса, республикамызда мекендеген басқа халықтарда бізді терең танып, білуіне жол ашып, тілге деген құрмет қалыптасқан болар еді. Айта берсек, қазір қоғамда сыни көзқарастардың басым екенін айтпасақ та болмайды. Мемлекет басшысы айтқандай, республикамыздың саналы әрбір азаматының тәуелсіздігіміздің 30 жылында біз қандай жетістіктерге жеттік, мемлекеттігімізді нығайта түсу үшін тағы да не істеуіміз керек деген ойдың мазалап жүргені рас. Ол бәріміздің де ойымызда. Жетістігімізді жоққа шығаруға да болмас. Бірнеше ғасырларға ұласқан елімізге қатысты тарихи шындығымызды қалпына келтірдік. Ел тұтастығын сақтадық. Мемлекеттігіміздің территориясын халықаралық қатынастарға негізделген заңнамаларға сәйкестендіріп бекіттік. Шекаралас жатқан елдермен тату көршілік қатынастар орнаттық. Халқымыздың тарихи белестерден өткен мәмілегерлік қасиетін жалпақ жұртқа жүз қайтара жария жасадық. Мемлекетіміздің бейбітшіл ел екенін ешкімді жау жасап, қырғиқабақ танытпайтынымызды тағы да дәлелдеп шықтық. Халықаралық қауымдастықтың белді мүшелерінің біріне айналдық. Бұл біріншіден. Екіншіден, тәуелсіздік алған жылдардағы елдің саяси ахуалы қандай еді? Шынын айтсам, адам айтқысыз, қиыншылықтар, сол кездегі басшы кадрлар бетпе-бет кездестік. Елдің ішінде саяси тұрақтылықты қалыптастырдық деп бүгін сеніммен айта аламын. Бұның қала, аудан, шаруашылық басқарған азаматтар жақсы білеміз. Солардың бірі болғанымызды көпшілік қауымда біледі. Біздің алдымызда бір мақсат болды. Ұжымның әрбір мүшесінің осы қиын заманда аштыққа ұшыратпай, ауызбіршілікті қалыптастыра отырып, қолда бар дүние мүлікті талан-таражға ұшыратпай, ортақ мүдде үшін пайдаға жарату, саясаттың ағымына ілесе кетпей, өмірдің өзі талап еткен бұрына жақсы жағынан қалыптасқан дәстүрді одан әрі жалғастыру, ел игілігіне жарату деп түсіндік. Ашығын айтуымыз керек. Бұл істе асыра сілтеуге де жол беріп алдық. Сол кездегі жүргізілген саясат өз дегенін жасады. Ауыл шаруашылығын жекешелендіру, жұмыстық армиясының шектен тыс көбеюіне жол ашты. Бүкіл елдегі ауыл өмірінің инфрақұрылымы түбегейлі өзгерістерге ұшырады. Ауылдық жерден қалаға үдере көшу процесі басталды. Урбанизация саясаты жүзеге асты. Бүкіл елдің жалаңаштанып қалу қаупі орын алды. Бұл бүкіл елдің қауіпсіздігіне нұсқан келер жағдайға ұшыратуы әбден мүмкін еді. Бұны тәуелсіздік уақытында дүниеге келген жас ұрпақ білуі керек. Кеште болса қабылданған шаралар ауыл тұрғындарының болашаққа деген сенімін қайта жаңғыртуға негіз қалады. Қазақ даласында болашағы, келешегі жоқ ауыл деген ұғым біздің лексиконымыздан мүлдем алып тасталуы керек. Себебі ұлан-байтақ елдің байлығы жер емес пе? Оның фаунасы, жан-жануарлары, табиғи байлығы шаруаны қалып жүргізудің негізгі тіршілігінің көзі ордасы емес пе? Кешегі жекешелендіру кезінде ауыл тұрғындарының жер үлестері де сол аймақтардан берілген емес пе? Сондықтан да ұлт пен ел ретінде сақталып қалу үшін бүгінгі және болашақ ұрпақ алдымызда болуы ықтимал қауіптерге дайын болуымыз керек. Ол үшін елде халқымыздың ауызбіршілігін, халықтар достығын қамтамасыз етуіміз тиіс. Бізді қай заманда да
аман алып келе жатқан басты құдірет ол ел бірлігі екені даусыз. Ал ел бірлігін қамтамасыз ететін негізгі саяси құрал оның тілі. Қазақ тілінің мемлекеттік дәрежедегі статусын қалпына келтіру біздің әрқайсымыздың азаматтық борышымыз, керек десеңіз міндетіміз. Тәуелсіздік бізге тағдырдың бере салған сый емес. Оны сақтап қалу, іргетасын нығайту әрбір қазақтың төл міндеті. Бұдан артық бізде ешқандай мәртебелі міндет те жоқ. Барлық деңгейдегі басшының қосшыларда деген сенімі, барлық ел тұрғындарының мемлекет басшысына дегендегі сенімі бір ортақ мүддеге бағындырылмайынша мәңгілік ел болу идеясының бос сөзге айналуы ықтимал. Сондықтан да тәуелсіздік бәрінен де қымбат дейтініміз осыдан болар. Бізде бір нәрсе анық болуы керек. Демократиялық қоғамның негізі әрбір қабылданған заң актілерінің сөзсіз орындалуына қол жеткізу. Ал оның түпкі мақсаты тұрмысымызды жақсартуға негіз қалау, азаматтардың бостандығын, еркіндігін қамтамасыз ету. Қандай саяси ұйым жеке азамат болмасын, қандай көзқарастар болса да, мақсатымыз Қазақстан Республикасының конституциясына сай қызмет ету. Бұл біздің асқан жауапкершілікпен қарайтын перзенттік туған жер, отан алдындағы борышымыз деп санаймын.